Құрметті тыңдарман, әңгіме басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетейік. Өзіңіздің қай жақтан екеніңізді комментарийге жаза кетіңіз. 2000 жылдардың басы, мен 11 сыныпта аяқтап өзім қалаған мамандық бойынша жоғарғы оқу орнына түсуді армандап жүрген кез. Сыныпта көзге түсетін қыздардың бірі едім. Бойшаң, қара торының әдемісімін. Әкем үнемі қарғам деп еркелететін. Үйдің ортаншысы болғанымен әкемнің еркесі едім. Менің алдымда 2 ұл, менен кейін 1 ұл, 1 қыз бар. Әке-шешем ауылдың беделді адамдары, әкем мал дәрігері болса, анам мектепте ұстаз. Балалық шағым бақытты болды десем артық емес, бізге барын аузымызға тосып өсірді. Мектепті де жақсы оқыдық, үлкен ағам сырттың жұмысына пысық болса, екінші ағам үй тірлігіне бейім болып өсті. Анам өте еңбекқор еді, бір уақыт бос отырмайтын. Жұмыстан келе сала біздің тамағымыз бар, кір жуу, одан қалса сиыр сауып май шайқап, құрт жайып барлығына үлгеретін. Әкем көбіне жұмыс бабымен қойшы ауылдарда аралап үйде көп болмайтын. Анасына қарап қызын ал демекші дос, құрдас аға, тәтелерден, әй, осы Оспанның қызына құда түсеміз ау дегенді көп еститінмін. Кейде қабағымды түйіп, кейде естімеген адам секілді жүре беретімін. Бірақ анама осы әңгімелердің ұнамайтынын, мектеп аяқталған соң оқуға кететінімді жиі айтып жүрдім. Сонымен әне-міне дегенше 11 сыныпты тәмамдап қалдық. Енді қоштасу кешіне дайындық басталды. Біздің ауыл өте кішкентай еді, және көрші ауылдардың да тұрғындары шамамен 200 адамнан аспайтын. Қоштасу кешін 3 ауыл қосылып өткізетін болдық. Ауылдардың ортасы көлікпен қатынағанда 10-15 минуттық жер. Күнде мектеп арасында дайындық қызу үстінде, вальс билейміз деп дайындала бастадық. Менің жұбым көрші ауылдың баласы болды. Өзі жаңадан келген оқушы екен, қаладан әкесінің жұмыс бабымен ауысқан. Сыныптас қыздардың барлығы іштей қызғанып жүр, себебі маған ең келбетті жігіт бұйырды. Осылай Сұлтан екеуміз жақын араласып кеттік, ол кезде үй телефоны бар, күнде кешке сөйлесеміз. Қоштасу кеші де таяды, барлығы жақсы өтті, қимай мектебімізбен қоштасып, өліп талып дайындалған вальс биінде билеп тастадық. Көңілді кештің соңы Сұлтан екеуміздің ауылдың шетіндегі судың жағасындағы әңгімемен аяқталды. Болашақ өмірімізге деген жоспарлармен бөлістік, екеуміздің де арманымыз қалаға барып оқуға түсу. Мен дәрігер мамандығын таңдасам, Сұлтан спортты таңдады. Осылайша қалаға бірге бір күнде жолға шығамыз деп серттестік. Жазда ауылдың тірлігі көбеймесе азаймайды, мен асығып күзді күтіп жүрмін. Қалаға оқуға кетемін деп асығудамын. Сұлтан күн ара маған келіп, екеуміз дос емес қыз бен жігіт болып, бір-бірімізге деген сезімдеріміз басталды. Көп ұзамай анаммен қалаға барып құжаттарымды тапсырып, оқуға түстім. Сұлтан да түсті. Енді күн санап кететін күнімізді асыға күтудеміз. Менің үлкен ағам бірде Сұлтан екеуміздің бірге тұрғанымызды көріп қалып, маған қатты ұрысты. Оны келіп анама айтқан, қызың шошаңдап кетті деп. Анама мән-жайды түсіндірдім. Анам ештеңеге ұрынып қалмай, сау жүр, ақылың бар ғой деді. Әрине, біз ұятты бәрінен жоғары қоятын заманнан едік. Анама ештеңені уайымдаудың қажеті жоқ екенін түсіндірдім. Сұлтан туралы бәрін ашық айттым. Анам біраз ойланып қалды. Сұлтанның менімен қалаға оқуға баратыны ұнамаған секілді. Бірақ біздің ауылдың түлектерінің, ауылымыздың маңындағы ауылдардың түлектерінің баратыны бір қала. Сондықтан көнбеске амал жоқ. Оқуға 5 күн қалғанда мен қалаға аттанып кеттім, Сұлтаным да бірге келді. Бірден жатақханаға орналастым. Сұлтан туысқан ағасының үйінде тұратын болды. Қала екеуміздің арамызды қатты жақындастырды, күннен күнге оған деген махаббатым өспесе өшпеді. Бір күн көрмесе тұра алмайтындай жағдайға жеттік. Сезімнің жетегіне кетіп қалғымыз келетін сәттер көп болды, бірақ ол да мен де ақылсыздыққа жол бермейтін едік. Демалыс күндерімізді бірге өткізіп, ауылға да бірге барып жүрдік. Ауылға барған сайын анам, падишағың аман ба деп күлетін. Аман, аман деп мен де анама Сұлтан жайлы айтып отыра беретін болдым. Осылай бірінші курсты тәмамдап, екінші курсқа көштік. Сұлтан жазда ауылға бармай қалада жұмыс жасаймын деп шешті. Мен ауылға барып ата-анамның жанында болып қайтамын деп аттанып кеттім. Ауылға келіп үй тірлігіне көмектесіп күндерім өтіп жатты. Күнде кешке қаладан Сұлтан телефон шалады.
1 жылдың ішінде қалаға барып бой түзегенімді байқаған баяғы ата-анамның құрдастары бұрын қалжың болса, енді шындап мені айттыруға көшті. Бір күні әкемнің айттырса айттырсын, жолдастың баласы өте жақсы бала дегенін естіп қалдым. Анам қипақтап сөйлесіп жүрген адамымның бар екенін жеткізе алмай отыр. Әкем мені еркелетіп өсіргенімен жалпы бетіне тік қарап сөйлеген емеспін. Анамды көзімізше ұрып-соғып балағаттаған емес, бірақ мінезі баршылық еді. Ол кісінің бір қарағаннан бәріміз жым болатынбыз. Әкемнің мына сөздерін естіп қорқайын дедім. Не болса да бірдеңені сылтауратып қалаға кетіп қалу керек деп шештім. Сұлтанға айтуға батпадым. Ертесі таңғы шай кезінде ата-анама асығып жүріп кітаптарымды тапсырмағанымда, оқытушы хабарласып қалаға кету керектігін айттым. Екеуі аң-таң қайта-қайта әрлі-берлі жүрмей келесі курсқа дайындаламын дедім. Екінші курс қиын болады деп ескерттім. Менің дәрігер мамандығын таңдағаным әкеме ұнайтын, сондықтан жолымды бөгемей барсаң бара ғой, онсыз да ауылдағы тірліктінің мен сіңіліңнен артылмайды деді. Іштей қуанып ертесі жолға шығып кеттім. Қалаға келіп сұлтаныма хабарластым, ол да қуанды. Не үшін қайтып келгенімді ашық айттым, сонымен не керек жігітім екеуміз биыл аман есен екінші курста аяқтасақ үйленетін болып келістік. Екінші курста аяқтаған шашыдап ауылға көп бармаймыз, әсіресе мен деп шештік. Осыдан кейін сұлтан мені қорып жүрді. Артық жүріп тұруым азайды. Бар арманымыз екінші курста аяқтап, мәңгі қол ұстасып үлкен өмірге қадам басу болды. Сұлтан күндіз оқуын оқып, кешке клубтарға күзетші болып жұмысқа тұрды. Ол да жастайынан еңбекқор еді. Сабағында жақсы оқитын, екеуміз бір-біріміз үшін жасалғандай жұппыз. Бір-бірімізді толықтырып тұратын едік. Олсыз мен өмірімді елестете алмайтын едім. Бір күн көрмей қалсам ауа жетпей, тынысым тарылатын. Көктем айы, 8 наурыз қарсаңы. Сұлтанмен бірге қонаққа баратын болып келістік. Бұрынғы қалада оқығандағы құрдас достары. Кеш өте жақсы өтті, қалжыңы жарасқан жастар, үлкен өмірге қадам бастық деп мектеп бітіруші кездесулер екен. Менің жігітім масайып қалды, сонымен не керек сол түні сұлтанға беріліп қойдым. Бәрібір де осы курс аяқталған соң үйленеміз. Әрине дұрыс емес еді. Ертесі есімді жиып сұлтанға ренжіп сөйледім. Ол болса ойымдаудың қажеті жоқ екенін, бәрібір 1-2 айдан кейін оның некелі жары болатынымды айтты. Осылай екінші курсты аяқтап ауылға қайтатын күніміз жақындады, жігітім де менімен қайтатын болды. Соңғы күндері жүрегім лоқсып қызық болып жүрдім. Бұл уақытта сұлтан екеуміз жиі бұрынғыдай көшеде емес, квартирада түнеп жүрдік. Сұлтан үйінің ортаншысы ет, ата-анасына бірде үйленемін деген екен, асықпа алдыңда ағаң бар деп айтқанын маған әңгімелеп берген. Бірақ менен айырылмайтынын, ата-анасын көндіретінін айтты. Екеуміз бірге ауылға қайттық, үйдегілер мәз болды. Келгеніме 2-3 күн болғанда үйге әкемнің досы жолдас әйелімен келді, Бұйымтаймен екенмін. Әкем екеуі құда боламыз деп риза, менің рұқсатым ешкімге керек емес секілді. Өздері барлығын шешіп қойған, анамның іші барлығын біліп отыр. Әкеме қарсы шыға алмайды. Сол күні кешке сұлтаннан хабар болмады, өзім үйіне хабарласуға ұялдым. Таңертең тұрсам, анам мен әкем тұрып алған екен, мені әңгімелеп отыр. Анам, қызыңның ойын сұрамайсың ба? Мүмкін сөйлесіп жүрген адамы болар деп еді. Әкем, осы жолдас десе, неге кірпіше жерласың? Әлде қызың бірдеңе деп жүрме деп анамның сұрағына сұрақпен жауап берді. Ұятты қойып сұлтанға өзім хабарластым, тездетіп мені әкетпесең, басқа үйдің босағасын аттайтын түрім бар дедім. Сол күні кешке екеуміз ауыл сыртында кездесіп, ол мені қашырып әкетті. Ауылдарына жақындағанда көліктің сигналын қосып келін келді деп мені түсірді. Үлкендер жағы орамал салып, мен сүйгеніме қосылдым. Үйге хабаршы жіберген екен, әкем қуып шығыпты. Үлкен ағам мен тағы туысқан аға жеңгемізді жіберіп мені алып қайтыңдар деп тапсырған. Үлкен ағамның мінезі шатақ еді, ешкімге көнбей мені алып кетемге салды. Ағам алдына келгендердің барлығымен қырғын төбелесіп, ақыры менің бөлмеме кірді. Ашуы бетіне шығып тұрды, қорықсам да, ағатай кешіріңдер, мені осы үйде қаламын дедім. Ол қолымнан тартқылай бастады, бірге еріп келген туысқан, аға жеңгемде бар екен жанында, жеңгеммен сөйлесемін, сосын не істесең де өзің біл дедім.
Барлығы шығып кетті. Бөлмеде туысқан жеңгем екеуміз оңаша қалып, оған бар шындықты жайып салдым. Бәк еместігімді, осы үйде қалмасам болмайтынын айттым. Жағасын ұстап, жеңгем біраз сөйлеп бөлмеден шығып, ағалармен жеке сөйлесіп, бір уақытта үстел басында қонақ болып отырғандарын байқадым. Осылай сүйгеніме қосылып, ақ келін атандым. Сұлтан үйдің ортаншысы, ағасы және інісі бар. Ата-енем Сұлтанның ағасынан бұрын үйленгеніне ренжіді, қанша білдіргілері келмесе де сезетімін. Үлкен қайын ағам Сұлтанға қарағанда өзгешет, баяу, көп сөзге жоқ. Ойымда ештеңе жоқ, жаңа өмірім басталды. Менің мамандығымды сырттай оқуға болмайтындықтан 3-ші курста Сұлтан екеуміз пәтер жалдайтын болдық. Той уақытын белгілеп, үйдің іші дайындық үстінде болды. Бірақ әкем маған қатты ренжіп, тойға келмейтінін айтып жіберіпті. Көңілім құлазып, ешкімге көрсетпей жылап алдым. Ауылымыз кішкентай болған соң, өсек тарап кеткен, пәленшенің келіні пәк болмай келген деген әңгімеге іліндім. Оның үстіне аяғым ауыр болып шықты, енемнің көзқарасы, Сұлтан бәсе неге асықты десек дегендей болып жүрді. Ата-анамның да құлағына жеткен болуы керек. Анам соңғы хабарласқанда, жүзімізді жерге қараттың, әкең қатты ренжулі деді. Өкінгенімен пайда жоқ, кешіріңдерші дегеннен басқа ештеңе айта алмадым. Бір жағынан сүйгеніме қосылдым деп бақытты болсам, бір жағынан ата-енем, әке-шешемнен қолдау болмай бақытсыз күй кешіп жүргендей болдым. Аман есен тойымызды өткізіп, жаңа оқу жылы басталып, Сұлтан екеуміз қалаға аттанып кеттік. Жүктілігіме шамамен 4 ай болған кезет. Қалаға келгенде пәтер жалдап, мен күнделікті сабағыма барып, Сұлтан күндіз оқуда, кешке баяғы жұмысына барып жүрді. Күйеуім жалпы иықты ірілердің қатарынан еді. Түр десе түрі, ойда тиянақты, сөзі түзу, келбетті жігіт. Сондықтан болар қандай жұмыс жасаса да әріптестерінің алды болатын. Мен сабақтан келе сала Сұлтанның тамағын әзірлеп, барлық жағдайын жасауға тырысып жүрдім. Киімін жуып, үтіктеп, дәмді астардың түрлісін жасап қоятымын. Сабақпен жұмысты қатар алып жүру оңай емес, сонымен қатар 3-ші курста Сұлтанның жарыстары өте көп болды. Шаршап шалдығып кейде отырған жерінде ұйықтап қалатын кездер көп болатын. Ай күнім жетіп өмірге алғашқы перзентіміз келді. Мен араға таныстарды салып, бір айға оқудан демалыс алып, ауылға ата-енемнің қолында босандым. Қыз баланы дүниеге әкеліп, ата-әжесі тұңғыш немереміз деп қуанып толғанып бесік той жасады. Төркінімде келді, бұл жолы әкем, бауы берік болсын деп қана сәлемдеме айтып жіберіпті анамнан. Мен күйеуге шыққалы алғашқы маған тіл қатқаны. Менің артымша үлкен ағам да үйленген еді, сол жеңгем бесік тойға келгенде үйдегі біраз әңгімен айтты. Әкемнің досы жолдасымен тұрмыс құрған соң, біздің үйге келіп, қызыңды басқа елге бердің, сертке берік емес екенсің деп ренжіген екен. Содан бері өз араларындағы отырыстарға анам екеуі көп бармайтын болыпты, себебі барған жерлерінде жолдас аға осы әңгімені қозғай беретін болу керек. Бұл әңгімені естіп уайымдап қалдым. Басқа қолдан келер амал жоқ. Қызымды қырқынан шығарып, енем екеуіміз қалаға тарттық. Мен сабақта болғанда қарасатын адам керек, 1-2 айдан кейін демалысты басталады, соған дейін амалдау керекпіз. Негізі қызымды алып қалсақ па ауылда деген ата-енем, оған мен көнбедім. Сұлтанда қызыммен бірге болғысы келді. Осылай енем бізбен еріп қалаға келді. Үйде атам өзі 2 баласымен қала берді. Қайын ағам сол баяғыша бойдақ арасында, енем маған қолқа салып, басы бос құрбыларыңмен таныстырайық та деп айтатын. Қайын ағам да Сұлтан сияқты ірі болғанымен екеуі қатты ұқсайтын, бірақ сөзге жоқ. Аузынан сұрап алмасаң, өз бетінше әңгіме айтуға мүлдем жоқ еді. Сұлтаннан кейін қайын сіңілімде өте пысық, жалпы ата-енем салдырлап қалған кісілер, тек осы үйдегі қайын ағамның мінезі өзгешелеу болды. Менімен сөйлеспек түгілі, амандассам сәлемімді әрең алатын. Басын изегенде түсінбей қалатынмын. Басында бір түрлі көрінгенімен артынан үйрендім. Өзі сөзге жоқ адамға, мына қызбен таныс деп қалай айтасың? Енем айтса да қайын ағаммен ешкімді таныстырғым келмеді. Енем арасында ауылға барып келіп жүріп 3-ші курсты да тәмамдадық. Жазғы демалысқа шығып мен қызымды алып, енем үшеуміз ауылға қайттық. Күйеуім қалада қалып қойды, жұмысынан көтеріліп, бұрынғыдай жай күзетші емес, қазір сменнің бастығы еді. Яғни бір сменге түскен күзетшілердің үстінен қарайтын бастығы еді.
Ақшасы да жақсы, уақытылы төленетін. Ал біз сияқты жас отбасына бұл өте көп көмек, сондықтан күйеуім бұл жұмыстан барынша айырылып қалмауға тырысатын. Астына көлікте алып берген клубтың иесі. Ата-енемнің тарапынан да көп қолдау болатын, оны жоққа шығармаймын. Етіміз, май, құрт барлығы ауылдан апта сайын келіп тұрды. Сонымен қызымды құшақтап ауылға келінді қызметімді атқаруға күйеуімсіз аттанып кеттім. Бұл кезде ата-енемнің маған деген көзқарастары өзгерген, мені қабылдады. Осы кезде атамның денсаулығы сыр беріп, дәрігерлер ұзаққа бармайды деп енеме ашық айтты. Барлығымызға бұл жаңалық ауыр тиді, әсіресе сұлтаныма үнемі түзде жүріп, әкесінің қасында бола алмағаны жанына қатты батты. Күйеуімнің іштей таусылып жүргені маған да оңай соқпады. Атамның еміне үйдегі мал-мүліктің біразын саттық, кім жақынын өлімге қияды. Қашан өледі деп қарап отыра алмадық, Сұлтанда жұмыс жасап жүрген клубтың иесінен әкеме емге деп біраз ақша қарызға алды. Сонымен атамды қаратпаған жеріміз болмады. Күзде оқу басталып мен қалаға қайтуым керек болды. Енем қызымды алып қалғысы келетінін айтып, атаңның қанша уақыты қалды дейсің, осы немересімен алданып жүр деген соң амалсыз қалдырып кеттім. Жүрегім ауырып, емшектен шықпаған қызымды ойласам езіліп кететінмін. Осылай 7 айлығында қызымды емшектен шығарып, 4-ші курсыма аяқ бастым. Мен де қарап отырмайын, бәрібір аяққа оратылып жатқан бала жоқ деп, ауруханаға түнгі сменге жұмысқа шықтым. Жұмысқа тұрғаным жақсы болған сияқты, соңғы кездері атамның ауырғаны бар, қызымды ата-енеме беріп кеткенім бар, жаным құласып кеткендей жүрдім. Жұмысқа алданып кішкене болса да ойым түзелді. Себебі әйелдерде босанған соң жылаңқы, көңілдерінің аумалы төкпелі кезеңдері басталады ғой. Менде де қалаға келгенде сол кезең басталған еді. Сұлтанмен жиі ұрсып қалатынды шығардым, маған көңіл бөлмейсің деп ренжи беретін болдым. Ол болса біздердің қамымызды ойлап жүргенін айтып ақталатын. Әттең, ақымақ басым, алдағы өмірімнің астан-кестеңі шығатынын білсем, Сұлтанымды ренжітпес едім. Менің әбден ұрсымнан шаршаған күйеуім, онымен қоса әкесінің ауырып жатқаны бар, Сұлтан ішіп алып көлікке отырып, жол апатына түсті. Ауруханаға жетпей, есін жимастан ана дүниеге өтіп кетті. Бір күн бұрын Сұлтан жұмысқа кетіп бара жатқанында үйде тағы жанжал болды. Ойымда сақтап жүрген ыза кекті шығарып, қызымды да әке шешең алып қойды деп қатты сөйлеп, соңында сені көргім келмейді дегенім бар еді. Міне енді ол келмеске кетті. Жұмыстың соңында шаршағанымды басайыншы деп бармен жігітке қатты ішімдіктерден құйғызған, көлікке отырма дегенге қарамай кетіп қалған. Мен сол түні үйде болдым, таңға жуық келмеген күйеуімді де іздемей, кешегі ашумен әлі заланып сабаққа кетіп бара жатқанымда хабар келді. Жүрегімді біреу суырып алғандай, суық хабарды естіп тұрған жерімде қатып қалдым. Бір есімді жинасам бақырып жылап жатыр екенмін, маршруттың ішіндегі адамдар түсіне алмай әлек. Алғашқы тоқтаған аялдамадан түсіп қалдым, хабарласқан нөмерге қайта хабарласып моргтың адресін сұрап, өз құлағыма сене алмадым. Барғанша менің күйеуім емес деумен болдым. Қалада Сұлтанның туыс ағасы тұратын, дереу хабарласып бірге моргке баратын болдық. Әлі күнге дейін көргенімді ұмыта алар емеспін, күйеуімнің түрі адам танымаста еді, қорқынышты. Жылап еңіреп ауылға сүйегін туыстармен бірге апардық. Жерлеп қызым 1 жасқа да толмай, мен жесір атандым. Атам өліп қалама деп уайымдап жүргенімізде, ойда жоқта қыршыннан күйеуімнің өмірі үзілді. Бүкіл әулет қара жамылды. Мүлде құдаларының үйіне келіп көрмеген әкем, араға 2 жыл салып құдаларының үйіне тойға емес, күйеу баласының өліміне бірақ келді. Сол күні білмеймін неге екенін, әкеме күткенің осы болды ма деп қалай айтқанымды білмеймін. Ол кісі абдырып не айтарын білмей қалды. Әкемнің батасын алмадым деп көп ойланатын едім, содан болар өзімді ұстай алмадым. Әкем қатты күрсініп, анам, күйініп отырсың, артық сөйлеме деп басу айтты. Күйеуімнің жетісі, артынша 40 өткізіп төркінім адам аяғы басылды-ау деген кезде, ата-енеме рұқсат болса қызымызды алып кетейік деді. Мені шақырып, атам соңғы сөз өзіңде, тек немеремізбен арамызды үзбе, Сұлтанымның көзі де бегілді. Әке шешем, аға жеңгелерім, 2-ші ағамда үйленген еді. Әке шешем, аға жеңгелерім, 2-ші ағамда үйленген еді бұл кезде, және Сұлтанның әулетінің үлкендері жиналып отырды.
Мен өзімді жайсыз сезініп біресе ата-енеме, біресе әке-шешеме жалтақтап жетім қозыдай қараумен болдым. Екі жақтың айтып жатқандарын біресе естісем, біресе құлағым тұнып қалғандай. Бәрі бетіме қарап, не айтасың дегендей жауап күтуде. Өзім онсыз да қан жылап отырсам, төркінімнің ісі жұдырықтың үстіне жұдырық жаудырғандай болды. Сөйлей алмадым, өксігіме тұншығып отырған жерімнен далаға шығып кеттім. Артымнан қос жеңгем шықты, жұбатпақ болып еді, көргім келмейді сендерді, кетіңдерші деп екеуінің кеудесін тоқпақтай бастадым. Олар құшақтап әлек, әйтеуір талып қалған екенмін, оянсам бөлмемде жатырмын. Жанымда күрсініп енем отыр. Жанарына көзім түсіп, енемді аяп кеттім. Енем өте әдемі еді, атам ауырғанда еңсесі былай түспеген. Ұлының өлімі ауыр тигені байқалып тұр, самай ағарып, бір айдың ішінде бетін әжім басып кеткендей көрінді ма. Басымды көтеріп, енемді құшақтап екеуміз егіліп тағы жыладық. Әке-шеше менің долданып, жер тепкілеп жылағанымды көріп, ашуы басылсын, өз ара ақылдасып әкеліп тастаңыздар қызымызды деп үйге қайтып кетіпті. Енем атаң екеуміз қарсы емеспіз, жассың, барамын десең батамызды беріп шығарып саламыз. Тек немеремізден айыра көрме деп бөлмемнен шығып кетті. Мен үнсіз, басымды төмен қаратып артында қала бердім. Енді не істеймін, қалай өмір сүремін деп ойым сансаққа жүгірді. Бірінен де соңғы сұлтаныма айтқан сөзім жаныма батты, сені енді көргім келмейді деген. Есіме түссе күйеуіммен бірге өлгім келетін. Сұлтанның қырқынан кейін де үйге келімді кетімді кісілердің арты үзілмеді. Мен қызметімді жасап жүре бердім, 2 апта өткен соң оқуға баруым керек болып, таңғы ас кезінде қалаға кететінімді ата-енеме айттым. Атам біраз үнсіз отырып, немерені қайтесің, өзіңе қалада жалғыз қиын болады деді. Мен де осы сөздің айтылатынын біліп, жауабымды дайындап қойған едім. Немерелеріңіз сіздермен қалады, мен барып пәтерді өткізіп, оқудың жатақханасына қайта орналасамын дедім. Ата-енемнің жүздері соңғы күндері түнеріп кетіп еді, көздері күлімдеп, екеуі рахметтерін айтып, ертесі мені қалаға баталарын беріп шығарып салды. Қалаға келген бойда жатақханаға ауыстым. Күйеуімнің жұмысынан, менің ауылға келе алмаған әріптестеріміз, бірге оқыған курстастарымыз көңіл айтамыз деген соң, сұлтанның туыс ағасының үйіне тағы Құран оқытып шай бердік. Күйеуімнің достарының, әріптестерінің, курстастарының алдында беделді екеніне көзім жетті. Атамның еміне деп алған қарыз ақшаны, бастығы, менің көмегім болсын, сұлтан енді қарыз емес деп қайырды. Сонымен не керек, күндіз оқу, кешке жұмысыма барып бір сарында өмірім басталды. Сұлтан өмірден өткелі тұйықталып кеттім, бұрынғыдай емін еркін жүру, күлуден қалдым. Жиын отырыстарға мүлде бармайтын болдым. Қызым ауылда ата-енемен демалыс болса ауылға ұшатынмын. Осылай жүргенімде бірде анам телефон шалды. Бұл кезде қол телефон бар, барлығымызда үйге келіп кетсең қайтеді, сағынып жүрміз деп. Соңғы барғанымда өлмектің артынан өлмек жоқ, үйге оралсаңшы деген әңгіменің соңымен жылап, ренжіп қайтқанмын ата-анама. Күйеуімнің топырағы әлі кепкен жоқ, сендер болсаңдар қайттан басқа ештеңе айтпайсыңдар деп. Қандай болмасын ата-анам ғой, сағынып қайта төркінге барып қайтайын дедім. Алдымен ата-енеме соғып қызымды алып, қайын ағам бізді төркінге әкеліп тастады. Екі ауылдың ортасы 10-15 минуттық жер, қайын аға баяғыша сол сөзге жоқ, сұрып ойдақ болып әлі жүр. Барғанша сөйлеспедік, үйден түсірді де, қайтатын кезде хабарласыңдар, алып кетемін деп көлігіне қайта отырып кетіп қалды. Ата-анам жылы қарсы алып, ет салып қойыпты. Тамақтың нанын жеңгем салғанша деп, анам екеуіміз оңаша әңгімелесіп отырдық. Ананы бір, мынаны бір айтқан анам, әкеңнің досы жолдастың баласы әйелімен айырылысып кетіпті. Тым жақсы бала, келін нашар екен. Үйленгендеріне 1 жыл ғана деп баяғы сол ескі әуеніне салды. Мен үндемей тыңдап отырдым. Әңгіменің соңы менің әкеммен жолдасаға қайта тіл табысып сөйлесіп жүргенмен, мүмкін жолдастың баласымен әлі де жарасып кетерсіңдер деп анам аяқтады. Мен ойланып көрейін деп қысқа қайырдым. Түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмай, таңның атысымен қызымды құшақтап сұлтанның үйіне қайтып кеттім. Менің боз болып, ешкімге ескертпей таң атпай келгенімді көрген ата-енем қорқып кетті. Таңғы асымды ішіп қалаға қайтуым керек деп үйге такси шақырып кетіп қалдым. Осылай қала мен ауылдың ортасында тағы 1 жылды артқа тастадым. Сұлтанымның жылдық асын беріп, бар туған туыс келді.
Маған естірткілері келмегенімен сыртымнан жас қой қашанғы осылай жүрмек деп айтып жатқандарын анық естідім. Көрсетпей жылап аламын, ешкім менің ойыммен санасқысы келмейтін сияқты. Менің ішкі әлемім астан-кестен болып жүргенімен шаруалары жоқ. Мына жақтан атанам жолдас достарының баласына қосқанша асығып жүрсе, мына жақтан сұлтанның туыстары қашан кетер екен деп аңдумен болған сияқты. Ал менің ешқайда барғым жоқ, мен үшін бәрі бұрынғыша еді, өміріме ешқандай өзгеріс енгізгім келмеді, бар айырмашылық тек сұлтан ғана жоқ. Ешқайда кетіп басқаға күйеуге тию, ұйықтасам түсіме кірмек түгілі ойламайтындай едім. Бірақ соны менен басқалар күтетін сияқты. Маған басқа күйеудің де, басқа еркектің де керегі жоқ. Мен тек сұлтанды ғана сүйдім. Ол өмірден өткен соң қызымыз үшін өмір сүрдім. Танысқысы келіп сөз салатын еркектер көбейді. Қайда барсам да, қашанғы осылай жүрмексің, қызың кішкентай кезде, дені дұрыс адам кездесе етегінен ұста деп айтатындар саны артылмаса кемімеді. Бұл сөздерден мезі болып шаршадым. Ары ойланып, бері ойланып өзім үшін, қызым үшін бір дұрыс шешім ойлап тапқан сияқтымын. Қызым және өзім үшін бір шешім қабылдадым. Бірақ ақыл сұрайтын адамым болмай, біраз ойландым. Ойымды жинақтап, шешімімнің дұрыс, бұрысын саралап жүргенімде, сұлтаннан кейінгі үйдегі жалғыз қайын сіңілім тұрмысқа шығатын болды. Үйден ұзатамыз деген хабар келді. Оқудан бір аптаға сұранып, жұмыстан больничный алып ауылға аттандым. Үйге келе сала ата-енем, қайын сіңіліммен бар тойдың қамына кірісіп кеттік. Уақыты қыз болған соң күндіз енем екеуміз керек заттарымызды түгендеп, біраз үйдің ескі қоқысын лақтырып жаңарттық. Кешке үйді әктеп, тазалай бастадық. Базарға қайынағам апарып, заттарымызды көтерісіп көмек беріп жүрді. Қайынағам негізі білдей бір мекеменің бастығы еді, бұл кезде атамның жолын қуған. Бірақ неге екенін білмеймін, жеке өмірінде жолы болмады. Барлығымыз мінезі тұйық деп топшалап, қыз балаға сөйлей алмайтын болар деп ойлайтынбыз. Атам қанша рет сөзге тартып, үйлен, осылай жүре бересің бе дегенде үндемей құтылатын. Не бар, не жоқ демейді. Сонымен керек демалыс күніне қарай үйге жаңа құдалар келіп қызға сырға салмақ. Күн жақындаған сайын қапылып кеттік. Жан-жақтан туыстарымыз жиналып, белгіленген күнде жетті. Әйел адамның ғой қанша дегенімен, енемнен неге сонша асықтық деп едім, қызымыздың аяғы ауыр болып шықты. Жеңгесі ретінде қолтығын сүйіп құдалардың алдына жалғыз қайын сіңілімді шығарып, сыйлығымды алып мәз болдым. Ауылдың тіршілігі керемет қой, келген сайын кейде қалаға кеткім келмейтін. Түбінде оқуымды аяқтап ауылға ораламын деп жүретінмін. Оның үстіне қызымда өсіп келеді, келген сайын қимай кететінмін. Осы той томалақта жүгіріп жүріп өзімнің шешімім дұрыс екен деп ойлап қойдым. Бірақ оны үйдегілерге қалай жеткіземін, ата-енем түсінбей менен бас тартса ше. Әке-шешемнен қайыр жоқ, олар өздерінің жолдас достарының баласына қосқысы келіп әлі. Сырға салынып, екі жақ той күнін белгілеп тарқасты. Ортаға бір күн салып мен қайта қалаға қайтатын болдым. Кісі аяғы тарқаған үйде мен қызым, ата-енем, қайын сіңілім кешкі ас ішкелі дастархан басына жайғастық. Ұзақ үнсіздікті атамның әңгімесі бұзды, баяғы ауруынан әлі айықпаған еді, кейде қатты ауырып бізді қорқытып қоятын. Менің күйім болса мынау, бірде сау бірде аурумын. Сұлтан кеткенде Аллаға орнына неге мені алмадың деп қиналған едім. Бірақ оның өз есебі бар екен, Құдайға да жақсы адам керек пе деп жанарын алдымен қайын сіңіліме бұрып күдіретім. Атам солай епкелететін қызын, сен де міне ұшқалы отырсың ұяңнан, анаң екеумізді ұялтпай қызметіңді жаса. Бағың ашылсын. Жеңгең секілді адал бол еліңе деді де, кейін маған қарап қызым, сен де енді менің қызымсың. Сұлтаның кеткелі бір қаяу түсірмедің көңілімізге, саған ризамыз. Баламның көзі немеремізді де жақсы көреміз. Қанша ауыр болса да айтайын, қимаймыз әрине, бірақ сен жассың. Қу тізеңді құшақтап өтсең өзімді кешпеймін, қанша өмірім қалды дейсің, немерем екеуіңнің осы өмірде өз орындарыңды тапқандарыңды тілеймін. Кетемін десең келінім емес, қызымыздай шығарып салуға дайынбыз деп атам сөзін аяқтады. Тамағын өксік кернеп жасқа булығып тұр. Мен үнсіз төмен қарап отыра бердім. Енем мен қайын сіңілім еңкілдеп жылап жатты. Осы кезде барлығы өзімнің қолымда тұрғанын түсініп, мен де көкейімде жүрген әңгімені бастадым.
Сәті келген сияқты. Иә, сәті келді. Атам менің болашағым жайлы әңгімені өзі бастаған екен. Мені де тыңдасын. Мені дұрыс түсінулеріңізді сұраймын, сөге көрмеңіздер. Сұлтан өмірден өткелі басқа біреуге күйеуге шығу дегенді ойламадым. Мен оны әлі де сүйемін, бір күнде ұмытқан емеспін, ұмыта да алмаймын ал. Ұятта болса да айтайын, еркек атаулының құшағын аңсап та жүргенім жоқ. Бірақ жұрт өз өмірін ретке келтіре алмай жүріп, өзгенің тағдырын реттегіш, байқағыш қой. Қайда жүрсем де, қашанғы осылай жүресің деген сөзден шаршадым. Мен емес, менің жақындарым мен үшін ненің жақсы, ненің жаман екенін жақсы білетін секілді. Шынымды айтайын, сөйлесіп жүрген ешкімім жоқ. Бірақ мені бөтен біреуге қосып жібермей тұрғандарыңызда, мен бұл үйден қыздарыңыз болып кетпей-ақ келін болып қала берейін. Сондықтан да қарсы болмасаңыздар, екінші рет өзге емес, өзімнің қайын ағам, сұлтанның туған ағасы. Сіздердің тұңғыш ұлдарыңыз Аянның етегін ұстасам деп көкейдегі ойды жайып салдым. Атам да, енем де түсінбей қалды. Тек қайын сіңілім, жеңге не айтып тұрсың деп сөйлеп қалды. Мен айтарымды айттым, ойымды өзгертпеймін. Не әмеңгерлікпен Аянға тиемін, не осы үйден сүйегім шығады деп сөзімді аяқтадым. Әмеңгерлік дегенді мен жақсы білетін едім. Кезінде менің атам, яғни әкемнің әкесінің екі әйелі бар еді. Біз біреуін үлкен әже десек, екіншісін кіші әже деп айтатынбыз. Атамның ағасы қайтыс болып, артында әйелі және 5 баласы қалған екен. Содан әкемнің ата әжесі үлкен келіндерін менің атама қосқан. Атамның бұл кезде өз отбасы болған, бірақ оған қарамастан үлкендер балалар жетімді көрмесін деп осындай шешім қабылдапты. Кішкентай кезімізде екі әжеміздің сырын дұрыс түсінбейтінбіз, есейгенде анам мен әкем айтып түсіндірген. Екі әжеміз басында бір-бірімен дұшпан болған дейді, соңынан өле-өлгенше бір-бірімен сыйласып өткен екен. Атамның ағасынан қалған 5 баласы, одан бөлек екі әйелден 7 баласы болды. Жеңгесі 2 бала туып берді, менің әжемде 5 бала құрсақ көтерді. Солай біз үлкен отбасы болдық. Екі әйелдің балалары өте тату, үйімшіл болатын. Анам әжелерім тірі кезде екеуіне бірдей қызмет жасайтын. Екі әжем атамыз өмірден озғаннан кейін мүлде бір-бірімен ажырамайтын болды. Солай екеуі 12 балаларының үйіне кезек-кезек қыдырып барып жататын. Міне менің әмеңгерлікті таңдаған басты себебім қызымды жетімсіретпей, өз ата әжесінің жанында әкесінің ағасы болса да бөтен емес бір қан, өз баласындай қарар деген үміт еді. Менен мұндайды күтпеген ата енем не айтарларын білмей біраз отырды. Әрі қарай шыдай алмай атам орнынан тұрып бара жатып, маған ойланып айттың ба, балам деді. Мен шешімімді өзгерпеймін, не қайын ағамен қосыламын, не жалғыз өзім өтемін деп нақты шешім қабылдап қойғанымды айттым. Атам орнынан тұрып кеткен соң, мен де өз бөлмеме барып қызымды құшақтап, жылап-жылап ұйықтап қалыппын. Қайын сіңілімнің жұлқып оятқанынан тұрып кеттім, жеңге ағам келді. Әкем шақырып жатыр деді. Аяғымды жылдан басып жандарына жайғастым. Атам ананы бір айтып, мынаны бір айтып, әмеңгерлік жайлы сөзді қозғай алмай отырғаны байқалды. Атам әңгімені бастай алмай біраз отырды. Қайын ағам үнсіздікті өзі бөлді, әке сұлтанның жылы өтті, егер де рұқсат берсеңіздер мен үйленсем деп едім. Мына сөздерді естіген менің бетім дуылдап қызарып кеттім. Масқара, мен қайын ағама жоспар құрып жүрсем, оның өз жоспары бар екен ғой. Ары қарай отырудың мен үшін мәні жоқ еді, бірақ шай құйып отырған соң амалсыз отырдым. Атам маған бір қарап, ұлына бір қарап, адамың бар ма, кім деді. Сөйтсем сөзге шорқақ, үндемес қайын ағам біз ойлағандай емес, 4 жылдан бері сөйлесіп жүрген адамы бар екен. Бастапқы үйленемін деп жүрген кезінде әкесі ауырған, сосын сұлтан алдына ұрып кеткен екен. Қызымның аяғы ауыр, үйленбесем болмайды деп. Артынан сұлтан өмірден өтіп жыл кәдесін күткен, енді айтамын ба деп жүргенде қарындасы. Баласының сөзін тыңдап, атам көзінің астымен маған қарап қояды. Менің денем бір ысып, бір суып әрең шыдап отырмын. Енді қалғанда мен жоспарымды айтсам, қайын ағам тағы сүйгеніне қосыла алмай қалар ма еді. Себебі бүгінгі әңгімесінен бір түсінгенім, Аян өзінен гөрі жақындарын көп ойлайды екен. Үйдің үлкені болған соң солай болар, қайын ағамды басқа қырынан танығандаймын. Атам менің әңгімем туралы сөз қозғамады, тек анаңмен ақылдасайық деді. Енем бір жұмыстасының үйіне қонаққа кеткен еді. Шәйлерін ішіп атам өз жөніне, Аян өз жөніне кете берді.
Мен үстел басын жинап жүріп, өз ісімнен өзім ұялып, ешкімге білдірмей көз жасымды сығып алдым. Атамның менің жоспарымды айтпағаны қандай жақсы болды деп қоямын бір шетінен. Енем қонақтықтан келген соң атам екеуі оңаша ұзақ сөйлесті. Бүгінгі қайын ағамның жаңалығын айтқан болар деп топшаладым. Сол күннен бастап қайын сіңілім, енем, атамнан ұяла бастадым. Не үшін әмеңгерлік жайлы сөз қозғадым деп. Ерте тұрып қалаға кетіп қалдым. Ойымнан ауылдағы жағдай кетер емес. Қалада өмір қызып жатыр. Күнді сабақ, түнде кезекпен жұмысқа барамын. Кетіп бара жатқанда енем ештеңе деместен қайын ағам жайлы шығарып салған еді. Бір айдан кейін қайын сіңілімнің ұзату тойы белгіленген болатын. Қанша ауылға демалыста барғым келмесе де амал жоқ. Бірақ барған сайын қатты қысылып, ұялып жүрдім үйдегілерден. Олар да ашып ештеңе айтпайды, тек ұзын құлақтан ғана естідім. Қайын ағам мен жоқта болашақ жарын таныстыруға алып келіпті. Неге екенін білмеймін, бұл жаңалықты естіп ашуым келді. Мен шетте қалып қойған сияқты болдым. Болашақ абысыным қаланың қызы екен. Қайын ағам екеуі студент кездерінде танысқан. Қандай адам екен деп қызығушылық таныта бастадым. Бірде ата-енемнің оңашада келінге не айтамыз, Аянның да бағын байлағанымыз жөн болмас деп уайымдап әңгімелесіп отырғандарын естіп қалдым. Естігенімен ештеңе деп сөйлеспедім. Күннен күнге бұл шаңырақта енді маған орын жоқ сияқты болды. Өзімді жайсыз сезініп бөлектеніп қалған сияқты болдым. Қызымызды аман есен ұзатып, әркім өз бетінше тіршілігін жасап жүрді. Мен өзімді аямай, соңғы жағдайдан кейін бар ынтамды сабағым мен жұмысқа бөлдім. Ауылдан ата-енем хабарласқан сайын Аянның үйлену тойын қашан қозғап айтар екен деген үрей бойымды билеп, ол жайлы естігім де келмеді. Солай жүргенде тағы бір ұзын құлақтан ата-енемнің қалаға келіп, болашақ құдаларымен танысып кеткендерін естідім. Бұл мен үшін ауыр соққы болды. Менен неге жасырып жүр деп қатты зам келді. Онсыз да бәрін Аянның өз аузынан естігенім бар. Ата-енем айтса қайтер еді деп. Ары қарай түк білмегенде жүрудің қажеті жоқ сияқты. Соңғы жаңалықтан кейін ауылға барып, ата-енеммен сөйлесейін деп ойладым. Сол түні түнімен ұйықтамай, расымен өлетін күйеуім өлді. Мен не үшін біреудің табалдырығын тоздырып жүрмін деген жаман ойлар келе бастады. Ертесі күні түс мезгілі үйге әкемнің досы жолдас әйелімен келді. Менің келгенімді естіп келген екен. Әйелі маған, қызыма деп сыйлығы бар. Жалпы мен осы кісілерді неге екенін білмеймін. Кішкентай кезімнен ұнатпайтынмын. Бүгінде жақтырмасам да сыр білдірмей әкелгенін алып өзіме жақын тартып көрейінші. Анам мен жеңгем дұрыс айтып жатқан болар, енді Аян үйленсе, ол үйде жүре берудің қажеті сияқты деп ойлана бастадым. Жолдас аға мен әйелі қызым екеуміздің асты үстімізге түсіп, демалыс күні ұлдарын қалаға жіберетіндерін айтып қоштасты. Ұнамаса да көрейін деп шештім. Анам мен әкеме менің шешімім ұнады. Қызымды осы жолы төркінге тастап, өздерін үйге апарып тастаңдаршы деп қалаға кетіп қалдым. Бұл кезде қайын жұртым мені сатып кеткендей сезімде болдым. Олардың сырға салып, той болады деп қуанып келген жүздерін көргім келмеді. Аптаның аяғы қалаға жолдас ағаның ұлы келді. Танымайды емеспін, танимын ғой әрине. Екеуміздің арамыз бір жас, бірақ оған ешқашан жігіт ретінде қарамаппын. Әкесі сияқты салдырлап қалған жігіт, саябаққа барып біраз қыдырып, кешкі ас ішіп сөйлестік. Сөйлестік дегенде менен гөрі ол көп сөйледі. Мен тек тыңдап, басымды изеп қоямын. Әйелімен не үшін ажырасып кеткенін, болашаққа қандай жоспары бар, барлығын алдыма жайып салды. Тым кеш болып кетті, жатақханаға жеткізіп салуын сұрадым. Ол бүгін осы қалада тұратын бір досының үйіне қонатынын айтып, ертесі қайта кездесуімізді сұрады. Жарайды деп келісіп, жатақхананың алдына келгенде қоштасып кіріп кеттім. Ертеңгі кездесу деген ой маған мүлде ұнамады, дегенмен жігіттің көңілін қайтарғым келмеді. Жігіт сияқты ұнаса құдай бар, тіпті көңілім соқпады. Ерегіспе, әйтеуір өз өміріме өзгеріс енгізбек түрім ғой. Ашу мен ыза, реніштің жетегінде жүредім. Жолдас ағамыздың ұлы екінші күні тағы мені жатақханадан алып кетіп, екеуміз кешке дейін қалада серуендеп жүрдік. Екінші күні тіпті батылырақ болып, менің қолымды ұстап арасында иығымнан құшақтап қояды. Әрине, бұл қылықтары маған ұнамады, сөз салып та үлгерді. Кездесудің соңы менің оған ешқандай үміт бере алмайтыныммен, және осы кездесуге ата-анамның көңілін қалдырғым келмегенім үшін келіскеніммен аяқталды.
Жігіт сымақтың дәмесі мен ойлағаннан да зор екен. Осы кездесуден кейін үздіксіз телефоныма қоңырау шалуын қоймады. Жеңгем де хабарласып кездесуден хабар алғысы келді. Жігітке көңілім түспегенін айттым. Жеңгем біраз үгіттегісі келіп еді. Мен сендерден бай сұраған жоқпын. Бай сұрап өтсем де жолдастың ұлына тимеймін деп тоқ етерін айттым. Артынан анам да жалма-жан хабарласып, сірә жеңгемнен естіген болу керек, мені райымнан қайтарғысы келді. Осы кезде өз-өзімді ұстай алмай, не болды сендерге, мені байдан өлді деймісіңдер, сұлтан өлгелі айтатындарың бір әңгіме. Орындалмай кеткен армандарыңды не үшін мен орындауым керек, менің мазамда ала бермеңдерші. Сендердің қара ниеттеріңнен мен осылай жастайымнан жесір қалдым деп ішімде жиналған жылдар бойы ыза ренішімді төгіп тастадым. Анам телефонның арғы жағында, мен бергі жағында жылап тұрмыз. Осы күндері ата-енемнің үйіне баруды сиреттім, әулетімізге екінші келінді түсірді. Бұл тойға қайынсіңілімнің тойына ат салысқандай өз үлесімді қоспадым. Ананы-мынаны сылтауратып демалыс күндері қалада қалып қоюды шығардым. Қызымды жаныма алып кетемін деп шешім қабылдап, жатақханадан жалдамалы пәтерге ауыстым. Балабақшаны да тауып қойдым. Бұл жаңалықтарым әрине ата-енеме ұнамады. Немерелеріне әбден бауыр басқан екеуі қимастықпен қызымның 1 жасқа толу тұсау кесу тойын жасап беріп өзіме берді. Қызымды қолыма алған соң түнгі ауысымда жұмыс жасай алмадым. Шақыртумен адамдарға система, укол салып жүрдім. Сабағымды жақсы оқып, біраз ұстаздардың көзіне түскенім бар. Зачет, экзамен кезінде қосымша табыс тауып жүрдім, студенттерді дайындап. Медицина саласын оқу ұзақ екенін білесіздер ғой. Бірақ өмірімде қанша қиыншылық болса да бірде-бір рет таңдаған оқуым үшін өкінген емеспін. Басқа студенттер секілді бәке-сәкеге сеніп оқыған емеспін. Барлығы өз еңбегіммен болды. Пәтер жалдап тұрғаныма ата-анам, ата-енем көмектесіп, әр ай сайын ауылдан ет керек пе, сүт керек пе, май, қаймақ барлығын беріп жіберіп отыратын. Бұл мен үшін үлкен көмек болды. Жалғыз басты ана болу өте қиын. Бір баланың өзін көтеру үшін қаншама қаражат, күш-жігер керек. 2-3 баламен жесір қалып қойған әйелдердің жағдайын мен айтпасам да түсінікті. Күйбің тіршілікпен арада 5 жыл уақыт зымырап өтті. Мен бірінші жоғарғы оқуымды қызыл дипломға аяқтап, екіншісіне түстім. Өзім оқыған академияға мұғалім болып қалуға шақырту алып, осы жерде жұмыс жылдарын бастап кеттім. Шіркін-ай, бір бөлмелі болса да өз үйіміз болғанында деп армандап жүргенде, жұмыстастарымның кеңесімен депозитке ақша жинай бастадым. Қызымның тілі шығып, тәп-тәтті сөздерімен мені аулап жүрген кез еді. Бірде балабақшадан келген ол: «Мама, барлық балалардың әкесі бар, менікі неге жоқ?» деді. Жүрегім аузыма тығылып, қалай жауап берсем дұрыс болады екен деп ойланып, «Бар әкең, кім айтты жоқ?» деп өзіне қарсы сұрақ қойдым. Сөйтсем, қызымды балабақшадағы басқа балалар «Сенің әкең жоқ» деп жылатады екен. Оны естім, өксік кернеп тамағымды, ертесі ашуланып тәрбиешімен сөйлестім. Ол кісі де бейхабар екен, кешірім сұрап, енді қайталанбайды деп қоштасты. Осы жағдайдан кейін қызымның әкесі жайлы сұрағы жиілеп кетті. Ауылға апарып неде болса әкесінің жатқан жерін көрсетейін деп ата-енеме хабарластым. Олар да немерелерін сағынып қалған, қуанып жатыр. Құран оқытайық деп дастархан әзірлейтін болды. Жұмыстан сұранып қызымды алып ауылға бардық. Сандықтың түбінде жатқан Сұлтан екеуміздің той суреттерін қызыма көрсетіп таныстыра бастадым. Бейіт басына барып әкесінің жатқан жерін көрсетіп қызыма барлығымыз түсіндіріп әлекпіз. Құран дастарханға менің әке-шешем, ауылдағы туыстары, Сұлтанның қарындасы, бала-шағасымен барлығы келді. Мен баяғыша жас күнімде келінді қызметіме кірісіп кеттім. Негізі көп таныстарымыз, туыстарымыз маған: «Сен сол үйдің келіні емес, қызы сияқтысың. Тез үйреніп кеттің» деп келін болып түскелі айтатын. Енем де бұрын айтып отыратын еді: «Барған жерінде келінің молодец, зыр жүгіріп жүреді, өзіңнен аумай қалған» деп үнемі мақтау сөздер естиді екен. Атамның 4 құбыласы түгел болып, немересін қолынан тастамай қонақтардың аяғы тарқасқанша жүрді. Осы 5 жылда біраз дүние өзгеріпті үйде, бірақ абысыным құрсақ көтермеді. Аян екеуінің қаралмаған жерлері жоқ екен. Бақсы балгер, талай білікті дәрігерлердің есігін тоздырған. Соңғы жылдары өзіммен өзім болып кеткен мен үшін мына жаңалық төбемнен жай түскендей болды. Осы уақыт аралығында тіпті ойлаған да емеспін, сұраған да емеспін абысынымның туған-тумағанын.
Қонақтар тарқасып, үйде қайын сіңілім отбасымен, ата-енем, қайын ағам, абысыным қалды. Абысыным кішкентай балаларға қарап көзі мөлтілдеп, өзін жайсыз сезініп жүргені байқалды. Екеуміз осы уақытқа дейін ашылып сөйлеспеген едік. Мен қалада, ол ауылда. Әмеңгерлік туралы ойым жүзеге аспаған соң қайын жұрттан алшақтадым десем де болады. Кешкі асты дайындап жүріп, маған сыр шерте бастады. Ана болғысы келетін үлкен арманының орындалмай, Аянға әке болу бақытын сыйлай алмайтыны, есіне түссе жаны күйзелетінін айтып жылап алды. Оны жұбатпақ болғанмен, жастайымнан жесір қалғанымды айтып өзімде жылап қалдым. Әңгімеміздің соңы, абысыным өзі бір шешім қабылдап қойған екен, сонымен аяқталды. Оны естіген мен қандай ақыл қосарымды білмей, үндемей тыңдай бердім. Абысыным бедеу екен, бар кінәрат өзінен. Қанша дәрігерге қаралса да барлығының айтатыны бір диагноз. Бала асырап алуды да ойлаған екен, бірақ ата-енемнің өзара тексіз баланы қалай қабылдаймыз, қаны қандай болады, оның деген әңгімесін естіп қойып, бұл ойын жеткізе алмаған. Қанша қиын болса да қайын ағаммен ажыраспақшы екен, жұрттың сөзінен әбден шаршаған. Аян да соңғы кездері ашушаң болып кетті дейді. Сондықтан осы шешімін дұрыс деп отыр. Анасын айтқан екен, қиналсаң ажырас, ішіме сыйған балам, сыртыма да сыясың деп қолдауын білдірген. Енді үйдегілермен сөйлескісі келіп, сәті түскен күнді күтіп жүр. Абысыным екеуміздің тағдырымызды ойлап түнімен көз ілмей шықтым. Біріміз сүйгенімізден өлідей айырылсақ, біріміз тірідей айырылғалы тұрмыз. Ата-енеме арадағы әңгімемізді айтпауды өтінді. Аузымнан бір сөз шығармастан жұмыстан сұранған күндерім таусылып қалаға кетіп қалдым. Ауылдан кетерде ата-енем арамызды үзбей, жиі келіп тұруымызды сұрады. Мен басымды изеп, қош айтысып кете бердім. Жол бойы абысынымды уайымдаумен болдым. Тұрсам жатсам ойым абысыным болды. Қой білсемде білмегендей болмай, абысынымның жағдайын енеме түсіндірейін, мүмкін бір жолын тауып, ойынан қайтарар деп, кешке жұмыстан келген соң, енемнің телефонына қоңырау шалдым. Аман саулық сұрасқан соң, енді шаруамды айтып абысыным жайлы сөз қозғағаным сол еді. Енем енді ол жоқ, үйден жүгін жинап кетіп қалды деді салқын түрде. Кешігіп қалғаныма қатты өкіндім, бірақ өкінгеннен еш пайда жоқ еді. Абысыным сол кеткеннен мол кетті, тіпті телефон нөмерінде ауыстырып тастаған екен. Абысыным кеткен соң үйдің іші қаңырап, араққа әуестігі жоқ. Қайын ағам жұмыстан мас болып келетінді шығарған. Ұлының басындағы қиындықты уайымдап атам ауырып қалған. Бұл жаңалықтың барлығын қайын сіңілімен естіп, кезекті демалысымда қайын жұртқа қызымды ертіп тағы бардым. Барсам расымен кеше ғана гүл-гүл жайнап тұрған үйдің іші бос қаңырап қалғандай, бәрі көңілсіз. Қайын ағам ішіп келіп бөлмесінде жатыр екен. Атамның түрі түтігіп кеткен, ауырып тұрғаны көрініп тұр. Ем домын жасап керек дәрілерді дәріханадан алдырып, салдыртпаймын дегеніне қоймай екпе жасадым. Енем келгенің қандай жақсы болды деп мені айналып толғанып жүр. Қайын ағам абысыным кеткелі арақты ішіп, ешкімге жақ ашпастан бөлмесінен шықпайды екен. Құса болып өлетін болды деп енем уайымын айтып жатыр. Шынымен түріне қарасаң адам аярлық. 2 күн демалыс шандарында болып, қайта қалаға қайттым. Осылай келесі апта тағы, одан кейін де әр аптаның демалыс күндері, бұрынғы әдетімше қайын жұрттан шықпай кеттім. Осылай бір жарты жылдың шамасы өтті-ау деймін. Қайын ағам да сабасына түсіп, бұрынғы өміріне қайта орала бастағандай, бірақ атамның беті бері қарамай күннен күнге нашарлай берді. Күз мезгілі, жұмыс күні еді. Қызым 1-ші сыныптың табалдырығын аттап оқушы. Енем телефон соғып, атаң қатты ауырып жатыр, тез келіңдер деді. Алып ұшып қызымды сабақ үстінен сұрап алып, ортаға таныс тамырды салып, ауыл таксистеріне алдын ала сөйлесіп қою керек. Шығып бір орын табыла кетіп ауылға келдім. Атам қатты нашарлап жатыр екен, әрең сөйлеп жатыр. Қызымның басын сипап, өмір шіркін тәтті ғой қимай жатыр. Көзінен жас ағып, оны көргенбіз жылап жатырмыз. Сол жерде Аянға бізді қызым екеумізді тапсырып, қалғанын анаң түсіндіреді деп өмірмен қош айтысы бақилық болды. Одан кейінгі жағдайымызды айтып жеткізе алмаймын. Бақырып жылаған қайын сіңілім, енем, мен бармын. Көршілер келіп біреуімізді далаға шығарып, біреуіміздің бетімізді салқын сумен жуып, сабырға шақырумен болды. Солай атамнан айырылып қала бердік. Атамды құтты орнына қондырып, жетісін беріп болған соң, енем барлығымыздың басымызды қосып, атамның сөзін жалғастырды.
Қайын ағама қарап, Аян әкең саған мына келінді текке тапсырған жоқ. Қазақта әмеңгерлік деген бар. Күйеуі қайтыс болған әйелді, оның балаларын алысқа жібермей сол әулетте алып қалу үшін не қайнысына, не қайын ағасына алып берген. Осыдан 6 жыл бұрын саған айтамыз деп жүргенде қарындасың күйеуге шығатын болып, артынан өзің үйленетін адамың бар деген соң біз үндемей қалдық. Енді ол некең сәтсіз аяқталды. Әкеңнің соңғы арманы осы келінді өзіңе қосу болатын. Орындасаң да өзің білесің, орындамасаң тағы өзің біл деді. Мен қайын сіңілім жеңгем өз айтқан деп айтып қояма деп қысылып отырмын. Аянда үн жоқ, далаға шығып кетті. Бәріміз тарқасып бөлмелерге бөлініп кеттік. Ішім алай-дүлей болып, ескі жараның аузы ашылып жатқандай жаным сыздап барады. Түнде кіші дәретке шыққым келіп оянып кеттім. Үйде ұзын коридор болатын. Әдейі жарық қоспай жарды жағалап есікке жақындағаным сол еді. Даладан Аян мен енемнің күбірлеп сөйлесіп отырғандарын естідім. Аянның бұл қаншалықты дұрыс, келіннен ұят емес пе дегені анық естілді. Оған енем, ұят ештеңесі жоқ. Сұлтанның қызын қайда қаңғытпақшысың, бөтен емес, өз ұрпағымыз. Сенде жас бала емессің, бірінші некең сәтсіз аяқталды, 2 жарты 1 бүтін боласыңдар деген сөзін Аянның ол келіседі ме? Яғни мені меңзеп отыр деген сөзі бөліп жіберді. Енем келіні ақылсыз емес, ақылды ғой деп ұлына нықтап айтты. Қанша кіші дәретке отырғым келіп қысылсам да, далаға шығуға жүрегім дауаламай бөлмеме оралдым. Келсем қызым пысылдап алаңсыз ұйықтап жатыр. Бұрынғы ата енеме әмеңгерлік жайлы сөз қозғаған сәтім есіме түсіп, сол кезде қандай батыл едім деп қоямын. Таң ертең тұрып шай әзірлеуге кірісіп кеттім. Бір кезде Аян ас бөлмеге кіріп келіп маған тіке бетіме қарап тұрып, мен жүзімді жерге қаратып жұмысымды жасай бердім. Сен келісіміңді берсең әкемнің аманатын орындауға дайынмын деді. Менде үн жоқ, естимісің деп білегімнен шап берді. Селк ете қалдым, денемді тоқ ұрғандай болды. Көзім еріксіз жасқа толып кетті. Ол да есін жиды ма, қолымды жібере салды. Кешір деп бөлмеден шығып кетіп қалды. Шынымды айтсам, мұндайды қайын ағамнан күтпедім. Келесі күні қалаға кетуім керек деп қызым екеуміз кетіп қалдық. Үйде болған соңғы жайттарды қорыту керек болды ма, жұмысқа бармай 1 апта жатып қалдым. Арасында өзімді қамшылап қоямын. Әмеңгерлікті бастаған өзің емес пе, енді неге қашып кеттің? Атаңның соңғы сөзі деп. Не керек, енеме хабарласып келісімімді бердім. Атамның 40 өткен соң менің ата-анама хабар беріп, оларда аң-таң үйге молда шақырып некемізді қидырдық. Әкем бұл жолы келді, ақ батасын беріп кетті. Бағың ашылсын деп маңдайымнан сүйді. Әкемнің осы бір сөздері жүректегі тербелісті басқандай болды. Жақын туыстарымызды шақырып кішігірім той жасалды. Некелі жары болсам да, бұрынғы қайын ағам, ендігі күйеуім бірден қасыма жолай қоймады. Әрине оған да оңай емес, інісінің әйелі енді өзінің некелі жары. Қызымды енем өз алып жатамын деп Аян екеумізді оңаша қалдырды. Төсегіміз бір болғанымен сол түні екеуміз теріс қарап, бір-бірімізге бұрылмастан ұйықтап қалдық. Қанша дегенмен олда, мен де төсек ләззатының дәмін татқан жандармыз. Бұл көрініс ұзаққа созылған жоқ. Ұятта болса айтайын, келесі түні-ақ Аянның құшағына өзім еніп кеттім. Оған да керегі осы болды ма, сол түніміз арпалысып өтумен таң атты. 7 жылға жуық ер азаматтың ыстық құшағын көрмегенмен, осы түні қайын ағамды әбден шаршаттым. Арамыздың жақындай бастағанын енемде сезді, үйімізге қайта бақ береке орнағандай. Мен оқуымды, қаладағы жұмысымды бірден тастап кете алмағандықтан алдымен қызымды ауылдағы мектепке орналастырып әжесі мен әкесінің жанына қалдырып, өзім демалыс күндері келіп кетіп жүрдім. Қысқа таман жұмысымнан босап, бір жолата ауылға қайтып келдім. Бірден ауылымыздың емханасынан жұмыс орны табылып, орналасып алдым. Соның арасынша екінші балама жүкті болып қалдым. Бәрі риза. Аян екеуміздің арамыз күннен күнге жақындай түсті. Інісінің қызы десе бұрында ішкен асын жерге қоятын, енді тіпті нағыз әке бола білді. Содан бері осы әулетке келін болғаныма 20 жылдай, Сұлтанмен үйленгеннен бастап болды. Қызымыз мектеп қабырғасында озат оқып, өз қалаған оқуына грантқа түсті. Қызымның артынан тағы 3 құрсақ көтердім, барлығы дін аман. Аянның жұмысы жыл сайын өрлеп, әкесі секілді ауылымыздың беделді адамдарының бірі. Мен болсам ауыл емханасының бас дәрігерімін.
Әрине өмір болған соң өкінетін кездеріміз де болады, бірақ бұл тағдыр. Алла әркімге өзі көтере алатын сынақты береді деп бұрын қос әжем жиі айтып отыратын еді. Мен де маған берілген сынаққа мойымай көтердім деп ойлаймын. Сұлтанды жиі есіңізге аласыз ба? Маған жазғаны деп сұрапсыз. Әрине, менің әр ісімнің, әр шешімнің артында Сұлтанға деген үлкен махаббат жатыр, түсіне білген адамға, деп аяқтады әңгімесін кейіпкер.